бұл Астана мен Вашингтон арасындағы жаңа дәуір тарихи бетбұрыс деп. Біреудің жемі болып жатыр, біреуге жағы тәуелді болып жатыр деген әңгімені айтады да, бір балалық позиция деп айтуға болады. ақш Қазақстанның, жалпы Орта Азия елдерінің кен орындарында неліктен қызығушылық танытып отыр? Өзінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Америка бізді де қорғауға мәжбүр болады. Иә. Президенттердің Трампты көп мақтауы. Енді егер Қазақстанның ұпайын, қазақ дипломатиясын мүмкін арттыру керек болса, Құдай берген десек, Құдай берген дейік. Ұлы мәртебелі десек, ұлы мәртебелі дейік. Одан еш жеріміз сынып кетті. Нобель сыйлығын беретін болсақ, Бізде сынып жіберейік керек болатын болса. Отты маздатып отырады ғой. Америкамен келіссөз жүргізсе, Қытаймен Ресейден алыстап бара жатыр деген сияқты. Егер сен, мысалы үшін, 3 көршіңмен жақсысың, 2 көршіңмен жамансың да, сен жаман саясаткерсің. Сен жаман мемлекеттік қайраткерсің деген сөз. Әрине, ресми Вашингтон Орталық Азияда Өзбекстан мен Қазақстанға ставка қойып отырғаны белгілі. Шамамен 25%-дан үлесі бар. Сол балансты біздер 30 жыл бойы үзбей сақтап келе жатырмыз. Ол да үлкен өнер, шын айту керек.